Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі оңай жасалынатын, әдемі болып шығатын пончик рецебімен бөлісетін боламын. Ең бастысы көп уақытты талап етпейді, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға айран, қант, тұз және бір жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін ас содасын қосып араластырып, үстіне ұнды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін сұйық май жағып, бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырды алып, жұқа етіп жаямыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей стаканмен дөңгелек етіп кесеміз. Ортасында дәл солай кесіп шығамыз. Енді дайын болған пончиктарды қызып тұрған майға баяу отта екі жағын қызартып қуырып аламыз. Мінекей пончиктар дайын, өте дәмді, әрі әдемі, жұмсақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.